Прекламсия жүкті кезде болатын ең қауіпті асқынудың бірі. Прекламсия қай кезде қойылады? Егер де қан қысымы жоғарылайтын болса, және де зәрде белок жоғарылап кететін болса, және де денеде аяқта қатты ісінулер болатын болса, прекламсиямен асқынады. Прекламсия кезінде не жағдайлар болуы мүмкін? Егер де сіз дер кезінде дәрігеріңізге көрінбесеңіз, мысалы қыздар болады, ісініп жүрмін қалыпты деп ойлайды, қан қысымын өлшемейді, өйткені сізге ол скрытый жүруі мүмкін, сізге қан қысымының жоғарылауы білінбеуі мүмкін, немесе қатты басыңыз ауырсыну болуы мүмкін. Және де кейбір қыздар приемға шақырған кезде приемға бармауы мүмкін, және зәр талдау анализін тапсырмауы мүмкін. Егер де сізде осындай белгілер байқалса, басыңыз ауырса, немесе ісінсеңіз, міндетті түрде дәрігеріңізге барыңыз, немесе жедел жәрдем шақырыңыз. Прекламсия диагнозын өткізіп алған болсаңыз, немесе оны уақытында сізді емдемейтін болса, эклампсиямен асқынуы мүмкін, немесе бала іштей шетінеуі болуы мүмкін, инсульт болып кетуі мүмкін мида, баланың жолдасының мезгілінен бұрын ажырауы мүмкін. Егер де баланың жолдасы мезгілінен бұрын ажырайтын болса, бала іштей қанға тұншығып, бала іштей шетінеп қалуы мүмкін. Сол себепті жүкті кезінде сізде қауіпті белгілер байқалса, басыңыз ауырса, ішіңіз қатты ауыратын болса, ісіну болатын болса, қан кетулер болатын болса, өзіңізді жайсыз сезініп, көзіңізде қарауытулар болатын болса, жедел жәрдем шақырыңыз, немесе дәрігердің тексеруіне барыңыз.